Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге атамұра 6-шы сынып 7-ші 8-ші сабақ отбасылық құндылықтар тақырыбын көтереміз. Уәде етілгендей, бұл жауаптар енді ГДЗ-дан емес, өзіміздің ойымыздан толықтай әрбір тапсырманың жауаптарымен шығардық. Енді сіздерден күтетініміз белсенділік, каналға тіркеліп лайк басып, міндетті түрде лайк қойып белсенді болыңыздар. Егер олай белсенділік танытатын болсаңыздар, тұрақты түрде бұл кітаптардың тапсырмалары жауаптарымен шығып отыратын болады. Кеттік, сурет бойынша тақырыпқа болжа. Мына суретке қарап тақырып болжау керек. Менің ойымша тақырып отбасы, оған деген құрмет, әулет тақырыбында өтеді. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, тақырыбын анықта. Мәтінді тыңдайсыздар және оған байланысты атау қоясыздар. Мысалы, отбасы шағын мемлекет немесе отбасы ыстық мекенім деп айтуға болады. Екінші тапсырма: кім жылдам ойыны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріңдер. Балдан тәтті бала бар, қылыштан өткір тіл бар. Қара шаңырақ иесі кенже ұл, әке балаға сыншы, әкеден балаға берілетін зат мұра немесе енші деуге де болады. Үйдегі алтын адам ана, адам бойындағы ең асыл қасиет адамгершілік. Үшінші тапсырмада мына мәтінді толықтай оқып, негізгі қосымша ақпараттар табу керек. Және оған сай мына жерде төртінші тапсырма бар. Мәтінді оқығаннан кейін менің білгеніме сәйкес келеді. Жауабы: менің білетініме асқа деген ерекше құрметіміз және бағалайтынымыз сәйкес келеді. Менің білгеніме қайшы келеді. Менің білетініме тамақтану тәрбиенің де қызметін атқаратыны қайшы келді. Түсініксіз қосымша мәлімет алым келді. Бұл жерде түсініксіз болды бізге астан үлкен емессің деген сөз түсініксіз, сол туралы қосымша мәлімет алым келеді деп айтуға болады. Немесе барлығы түсінікті болса, маған барлығы түсінікті болды деп айтуға да болады. Бесінші тапсырма: мәтіндегі ең қажетті ақпараттарды анықта, сұрақтарға жауап бер. Бірінші: халқымыз үшін дастарханның маңызы қандай? Халқымыз үшін дастархан молшылықтың, қонақжайлықтың, бірлік пен берекенің жиналған жері. Ас адамның арқауы дегенді қалай түсінесің? Адамға күш беріп, бақыт сыйлайды, тіпті ауруынан айықтырады. Үшінші: дефис арқылы жазылатын сөздер мәтінде қандай маңызға ие? Мәні жағынан бір-бірімен жуықтас, мәндес, яғни ұқсас болып тұр. Алтыншы тапсырмада бағанағы оқыған мына үшінші тапсырмадағы мәтінді оқи отырып, мына ақпараттарды өз пікірімізбен дәлелдеуіміз керек. Менің ойымша, тамақ татулықтың белгісі бола алған. Себебі мен оны ел мен елді байланыстыруда да, татуластыруда да елеулі қызмет көрсетуімен түсіндіремін. Оны мен қазақ халқының қонақжайлылығымен, қашанда жайнап тұратын дастарханымен, қонағасы көрсеткен деген деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен қазақ халқы қай заман болса да тамаққа деген, адамға деген құрметтерін биік көрсете алған деген қорытынды шешімге келдім. Қорытынды ны әрпін ұмытып кетіппіз. Міне осындай пікірмен дәлелдеу керек. Жетінші тапсырмада осы мақал мәтелдерді құрастырып жазу керек. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер. Әке асқартау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Сегізінші тапсырмада мына мәтінді оқи отырып, оқылым мәтінін құрау керек. Сөйлемдерді ауызекі және көркем сөйлестілік ерекшеліктеріне сай болу керек. Міне жауабы: отбасы шағын мемлекет. Оның мағынасы тереңде жатыр. Әр отбасының өзіндік ерекшелері бар. Әр адамның өз отбасы бар. Сол жерден өсіп, тәрбие алып, жетіліп, үлкен өмірге қадам басады. Отбасының тірегі ана мен әке. Олар болмаса, баланың бақытты болуы мүмкін емес. Отбасының тірегі ана мен әке мүмкін емес. Сол үшін отбасындағы әрбір мүше құрметке, марапатқа лайық. Себебі ол да өмірдің бір мәні іспеттес. Тоғызыншы тапсырма: мәтіндегі өзің таңдаған сөйлемді екпін түрлеріне сәйкес оқып беру керек. Оқисыздар. 10-шы тапсырмада екпін туралы ережелерге мысал айту керек. Ол да мына жерде көрініп отыр. 11-ші тапсырмада өз отбасыңда сақталып келе жатқан дәстүрлерді, екпіннің түрлерін қолдана отырып баянда, солардың ішінен өзіңе қандай отбасылық дәстүрлер ұнайтынын айт. Бұл жерде де бұл ешқандай интернет дерек көздерінен емес, өзіміз жазылған, сондықтан бұл жауапты да үлгі ретінде алып, осыған ұқсас етіп жазсаңыздар да болады.
Мәселен, міне, біздің отбасымызда мерекелерді жиі тойлаймыз, себебі мен сабақта, ата-анам жұмыста болғандықтан бір-бірімізді көре бермейміз. Сол үшін демалысты мейлінше дұрыс пайдаланып бірге уақыт өткіземіз. Маған әсіресе жаңа жыл мерекесі қатты ұнайды. Өйткені сол күні дастарханды жайнатып, көңілді ән айтып, бірге ерекше ұмытылмастай уақыт өткіземіз. Одан бөлек әр жексенбі біз үшін мереке. Сол күні бәріміз бас қосып, бірге көңіл көтереміз. Мен отбасымды жақсы көремін деп айтуға болады. Менің отбасымның мүшелері тақырыбында ата-анаңа немесе іні қарындасыңа құттықтау сөз жаз 12-ші тапсырмада. Бұл жерде отбасының мүшелері бізде кім жатады? Ана, әке, іні, әпке, аға, қарындас, сіңілі барлығы жатады, немесе ата мен әже. Бұл жерде маңыздысы құттықтау хатты соған жазу керек. Мысалы, біз ананы алдық. Мысалы, оны былай айтуға болады: сіз әр күні мақтау айтуға лайықты жансыз. Сіздің әр өміріңіз сәнді, мәнді болуын тілеймін. Анашым, сіз мен үшін әлемдегі ең әдемі, сұлу, сүйкімді жансыз. Барлық армандарыңыз орындалып, біздің қуанышымызды көре беріңіз деп айтуға болады. 13-ші тапсырмада сабақта алған әсеріңді, ойыңды 4 сөйлем тәсілі арқылы жаз. Пікір: қазақ ұғымында тағамның маңыздылығы зор. Дәлел: халқымыз қонақты құтқа балап ерекше күткен. Мысалы, келген қонақ кім болса да ашық қабақтанып, достық көңіл көрсеткен. Қорытынды: шаршағандар үйге қонып, тіпті ас көлік мініп кеткен. Ондай ұлт еш мемлекетте көп кездеспейді. Міне, барлық тапсырмаларды жауабымен шығардық. Сіздерден күтетінім каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде белсенді болыңыздар. Сол кезде тапсырмаларды тұрақты түрде уәде еткенімде осылай жазбаша түрде шығарып отырамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.